Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Айдана Асқарқызы. Бүгін біз слоеное тесто жасайтын боламыз, яғни қатпарлы қамыр. Ол қатпарлы қамырдан сіздер самса, круассан және тағы да басқа заттарды дайындай аласыздар. Бізге керегі маргарин, три желания деген әрбір магазинге барсаңыздар, маргарин для слоеного теста десеңіздер береді. Граммен барлығын астына жазып қоятын боламын. Маргаринді осылай үккіштен өткізіп алып, ұнға қосып араластырамыз. Дайын болған массамызға бір ас қасық 9% уксусты қосамыз. Оның үстінен салқын суды қосамыз. Су прям мұздай болу керек. Оның үстінен бір жұмыртқаны жарып саламыз. Жұмыртқаның да салқын болғаны дұрыс. Содан кейін татымына қарай тұз салып, барлығын араластырамыз. Араластырып, қатпарлы қамыр илейміз. Қамырымыз осылай болып шығады. Енді осы дайын болған қамырдан сразу жасай берсеңіздер болады. Оны холодильникке салып, күттіріп, демалтып қоюдың қажеті жоқ. Бірден көрсетіп кете салайын, мен мына жерде самса жасап жатырмын. Самсаның қалай шығатынын. Менің жайып жатқан самсамның тестосы Қазақстан картасының ар жақ бер жағы болды, бірақ та бұл қатты әсер етпейді. Қазір оны әдемілеп үшбұрыштаймыз.